Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін осындай снежинканы қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Өте әдемі. Жай ғана акриловый жіптен тоқылады осындай снежинка. Бұны енді менде акриловый жіп және де екінші номер бізбен тоқитын боламын. Сіздер кез келген остаток жіптеріңізден, қалған жіптеріңізден тоқысаңыздар болады. Және де бұдан да жіңішке жіптен тоқысаңыздар, кішірек ілмек бізбен өте әдемі болып көрінеді. Осындай снежинканы мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Жібіміздің ұшын тауып, енді мына снежинкамыздың былай тоқитын боламыз. Міне жіптің ұшы мына жерде, мына рабочий жібіміз қолымыздың сырт жағында. Міне ілмек бізімізді төмен қаратып, ұшын айналдырып шығарып аламыз. Енді міне қосылған жері бар ғой, мына қараңыздар. Былай қарап тұрсаңыздар, жіптің ұшы рабочий жіптің үстінде тұр. Сол қосылған жерінен ұстап тұрып, міне осылай міне бірінші петлямызды жасадық. Енді ең бірінші біз воздушный цепочка жасау керекпіз. Міне бір петля бар. Міне 2, 3, 4, 5, 6 воздушный цепочка жасадым. Енді ең бірінші жасаған воздушный цепочкамның бір жібінен іліп аламын. Міне жерге. Енді міне соединительный столбик бәрінен жіпті сразу шығарып аламын. Міне бір, міне біреу бар, екеу, 3, 4. Мынау бізде столбик с двумя накидами, соған тең 4 воздушная цепочка. Екі накидпен тоққанда 4 воздушный аласыздар. Ал бір столбик с одним накидом тоққанда 3 воздушный аласыздар. Нәрде менде 4 воздушная цепочка. Енді бір цепочка ол арасында, біздің столбиктарымыздың арасында болу керек. Енді қараңыздар, бір рет бізімді жіптің астынан бір рет салдым, 2. Көрдіңіздер ме? Жібімде 2 рет оралып тұр. Міне бір жібіміз 2 оралып тұр. Міне біздің петлямыз. Соның петлямен санағанда 1, 2, 3 жіп оралып тұр бізімізде. Енді тура центрға саламыз. Міне центр бар мына жерде. Тура сол центрға салып, міне қараңыздар, бізіммен іліп алам да, төмен қарай тартып шығарамын. Бізімде міне жерде 1, міне 2, 3, міне номен 4. Енді бірінші 2 жіптен шығарып аламын. Міне қараңыздар, міне 2 жіптен шығардым. Бізімде 3 жіп, тағы да 2 жіптен шығарамын. Кейін тағы міне 2 жіптен шығарып аламын. Бір воздушная цепочка обязательно. 1, 2 рет бізімізге міне іліп алдым, жіпті орап. Енді тура ортасына салып, міне бүйтіп шығарып аламыз. Міне бізімде 4 жіп ілмек. Міне 1, 2, 3, 4 ілмеге. Міне екеуінен бәрі шығарамын, 2 жіптен, 2 ілмектен. Енді бізімде 3 ілмек қалды. Міне кейінгі 2 ілмектен тағы бір рет шығарып аламын. Міне жерде 2 ілмек, 2 ілмектен бір рет шығарамын. Бір воздушный цепочкам бар. Енді накид 1, 2 накид. Жаңағыдай тура бізімізде 4 ілмеге 1, 2, 3, 4. Екеуінен бір рет шығарам, екеуінен бір рет шығарам, екеуінен. Бір воздушный цепочка міне. Сонда менде мына воздушный цепочкамыз тоже бір столбикқа саналады. Мына тұрған. Мынау бізде воздушная цепочка, да? Бұл да бір столбикқа тең. 1, 2, 3, 4. Бізде мына центрға тоқып, айналдыра 12 столбик болу керек. 2 накидпен. Енді міне өстіп, өздеріңіз 12 накид айналдыра тоқып шығыңыздар. Мен айналдыра тоқып шықтым. Менде 12 столбик мына жерде. 2 накидпен. Енді міне 1, 2, 3, 4. Міне 4-ші столбигімнің үстіне бір жіптен ғана соединительный столбик жасаймын. Менде мына жерде бір воздушный жасауым болды.
соединительный столбик. Міне бірін-біріне қостық. Осындай домалақтар шықты. Енді міне біреу, екеу, 2, 3, 4, 5, 6 столбик жасадым. Енді қараңыздар, міне мына жерге мына столбикқа тоқимын. Соединительный столбик. Біреу бар, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик. Енді келесі мынандай. Мына ортасына, екі ортасына тоқимыз. Соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И мына жерге тоқимын. Соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай. Надо каждый столбиктің екі ортасына міне осылай 6 столбиктен воздушный петлядан тоқып шығу керексіздер. Міне каждый столбиктің ортасына. Енді өздеріңіз айналдыра тоқып шығыңыздар. Мұнан бай келіп айландырып мына жерге келіп қосатын боламыз. Қазір міне екінші қатарымызда, мына бірінші қатар болып, мына бізде кольцо. Кольцоға бірінші қатар тоқыдық. Мынау енді менде екінші қатар тоқып, қазір мына аяқтаймыз. Мен мына жерге соединительный столбик жасадым. Міне 1, 2, 3 накид жасаймын. Бір накид жасадым. И мына жерге мен тура мына жерге қосам, былай берем. Мына тоқылған жерге қосам. Мына ilmek алып шықтым. Бізімде 3 ilmek, бірінші 2 ilmekten 1 ilmek шығарам. Міне 2 ilmek, 2 ilmekten 1 ilmek шығарам. Міне біздің екінші қатарымыз аяқталды. Енді ары қарай кішкене анықтап қарап отырыңыздар. 1, 2, міне мына жерде мен мына столбикқа, мына жерде воздушный столбик, соны 2 воздушный столбик жоғарыға көтердім. Енді қараңыздар, накид жасадым. Міне мына келесі аркамызға столбик соединим накидом тоқимын. 3 ilmek, 3 ilmектің бірінші 2 ilmekten 1 ilmek шығарам. 2 ilmek, 2 ilmekten 1 ilmek шығарам. Тағы да накид. Тура сол жерге міне. Тағы да столбик соединим накидом тоқыдым. Енді қараңыздар. 1, 2, 3, 4. И міне тура міне тоқып бастаған жерімізде міне бір жібінен аламын да, міне соединительный столбик тоқимын. Міне шығарамын. Бұл бізде пико деп аталады. Міне пико бізде. Енді 1, 2 накид жасадым. Тура осы жерге міне. Енді мына жерде менде бізімде міне 1, 2, 3, 4 ilmek. 2 ilmekten 1 ilmek шығарамын. 3 ilmek қалды міне. Енді 2 ilmekten 1 ilmek шығарамын. И тағы да 2 ilmekten 1 ilmek шығарамын. Мына жерде енді мен қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушный цепочка. И тура бірінші тоқыған ilmегімге мен воздушный цепочка бастап тоққан мына жерге қосамын. Соединительный столбик бекемін. Шығарып. Мынау біздің бірінші пико, мынау екінші пико. Енді қараңыздар, накид 1, 2 накид жасаймын. Тура осы жерге 2. Міне қайтадан тоқимын. 4 ilmek бір мына жерде. Бірінші 2 ilmekten 1 ilmek шығарам. Тағы да 2 ilmekten 1 ilmek шығарам. Тағы да міне. Енді 1, 2, 3, 4. 4,
енді мына тура мына бастаған ілмегімізге мына воздушный цепочканы тоқып бастаған мына жерге ең бірінші столбикқа мына осылай тоқимын. Накид, бір накид жасадым. Мына бір, мына үш, бір накид жасағанда ілмек бізде үш ілмек болады. Міне қарасаңыздар, міне дұрыс көрініп тұр. Міне үш ілмек. Енді екі ілмектен бір ілмек, тағы да екі ілмектен бір ілмек, үстін тағы накид. Енді мен сіздерге көрсетіп шығайын, айтып. Мына жерде, мына аркамызға мына жерде бір накидпен, мына бір накидпен екі столбик тоқыдым. Столбик с одним накидом екеу тоқыдым. Бір пико тоқыдым. Пиком 4 столбиктан тұрады. Кейін екі накидпен, с двумя накидами екі столбик тоқыдым. Ол екі столбиктің ортасында міне 6 столбиктан тұратын пико тоқыдық. Одан кейін сразу мынage пико 4 столбиктан тұратын пико тоқыдым. И мына жерге екі столбик с одним накидом. Енді ары қарай қараңыздар. Жібімді алып, келесі мына столбикқа қосамын. Міне. Бір, екі, накид, бір накид жасаймын. Тұр осы аркаға бір столбик с одним накидом тоқимын. Енді бір, екі, қайтадан тұр мына аркаға қайтадан пико тоқып бастаймыз накидтермен. Міне бірінші столбик с одним накидом. Дұрыс olmadı. Міне. Екінші столбик с одним накидом. Жаңа түсіндіріп өткендей. Енді бір, екі, үш, төрт. Тура мына бірінші. Енді қайтадан екі накидпен, тура осы жерге екі накидпен столбик тоқимын. Енді бір, nerede? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı воздушная петля. И бірінші, ең бірінші мына цепочкамыз мына жерден басталып тұрады, тура сол жерде міне соединительный столбик жасаймыз. Міне соединительный столбик жасадым. Енді қайтадан накид, екі накидті мына жерге екі накидпен столбик тоқимын. Енді пико тоқимыз. Міне екі, үш, төрт. Тура астына міне цепочкамыздың тура астына соединительный столбик тоқимын. Пикомыз бітті. Мына жерге енді міне бір накидпен екі столбик тоқимыз. Міне бірінші столбигім бір накидпен. Енді екінші столбик бір накидпен. Бір накидпен. Дұрыс болмады. Міне енді бір, екі накид. Келесі аркама nerede? Bizimде үш ілмек. Үш ілмектен бірінші екі ілмектен бір ілмек, тағы екі ілмектен бір ілмек, сонда бір столбик с одним накидом. Міне біздің снежинкамыздың соңғы қатары. Енді осыны айландыра өздеріңіз мына жерден тоқып келіңіздер, біткен жерін көрсететін боламын. Міне қарасаңыздар, мына жері бізде соңғы мен тоқып келген жеріме. Міне осы жерден бастап тоқыдым. Міне айналдырып келіп, міне осы жерге дейін тоқып келдім. Енді мына жерде міне
2 столбикті оқыдым без накида. С одним накидом. Енді 1-2 воздушный цепочка. И міне мына жерге, тура міне мына жерге қосамын. Осы қостым. Енді міне осыны қазір осылай ілетін жерін воздушный цепочкадан жасасақ болады. Бұның енді көлемін өздеріңіз қарайсыздар, қаншалықты ұзын керек екеніне. Осылай. И мына жерге соединительный столбик жасаймын. Мына жер дұрыс болмады. Қазір мына жерден жасаймын прям. Вот так. Мына жерін кесіп тастаймын. Жіп шығарып аламын. Осындай. Мына жіпті ішіне қарай кіргізіп тастаймыз. Кіргізіп байлап тастаймыз. Вот осылай. Мынаны бәрін кейін кесіп тастаймын. Міне осындай әдемі біздің жаңа жылға арналған елочкаға ілетін снежинкамыз дайын болды. Осындай әдемі болып шықты. Осындай. Енді менімен болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Ұнаған болса, достарыңызға таратыңыздар. Ол кісілер де өстіп жаңа жылға дайындықтарын жасай берсін. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазыңыз.